стористе көп адамның жүрегін жаулаған және қазіргі таңда инстаграмда хит болып жатқан хит тағамды дайындайтын боламыз және сіздермен қамырының құпия рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен қамырына жылы судың үстіне ашытқымызды, қант тұзымызды, сұйық майымызды қосып, ұнымызды қосып отырып, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Қамыр илеп болғаннан кейін сыртына шемішкі май жағып қойып 1,5 сағатқа көтерілуге қоясыздар. Мен ең алдымен бірінші етті қуырмаймын, бұқтырамын, ал сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Көтерілген қамырларымызды керек бөлшектерге бөліп, осылайынан жайып, ортасына шемішкі май құйып, мантаваркіге 20-35 минутқа пісіретін боласыздар. Мантаваркіге салғаннан кейін мүлдем бетін ашпайсыздар. Пісіп болғаннан кейін газды өшіріп, 10 минуттан кейін барып бетін ашасыздар. Сол кезде қамырларыңыз басылып қалмай пышный болады. Бұқтырылып болған етіміздің үстіне жуамызды, картоп, сәбізімізді кезек-кезегімен салып отырып қуырып алатын боламыз. Одан кейін тұзын салып, дәміне қарай дәмдеуіштер қосып, суымызды құйып, тағы да 10-15 минутқа картопы піскенше бұқтыратын боламыз. Қамырымызды дайын болғаннан кейін осылайынан сәндеп қойып, бетіне осылай көк жуамен сәндеп, өз қалауларыңызша ұсынсаңыздар болады. Ал осымен біздің тамағымыз дайын ас болсын.